Осы видеода Соломон берген тактикасын қолданатын боламыз. Яғни бізде задание овер 9000, соның қазақша нұсқасы. Бізге осы заданияда 400 опыт, 25 гем және зелия ресурса беретін болады. Оңай тәсілмен бір дегенде өтетін боламыз. Ал алдымен хранительді жерге қойып аламыз және мына көрсетіп атқандай стена бойымен стенканы сындырып аламыз. Және артынша король, королева екеуінде басатын боламыз. Астыңғы сетканы жауып алсақ, ары қарай оңай болады. Және достар, осындай қазақша нұсқа видеолар ұнайтын болса, қолдау көрсетіп жүрсеңдер тоқтамайтын боламыз. Видео көмектескен болса, достарына жіберіп бөлісіп отырсаңдар болады. Ал мына жақта король оң жаққа қарай бет бұрды, кейде сол жаққа да барады, ол да нормально. Испытание өте алмай қалам деп уайымдамаңдар. Және достар, менде YouTube канал бар. Сол жаққа тіркеліп қолдауларыңды көрсетсеңдер, алдағы уақытта өзіміздің КВ шайқастарды, неше түрлі микстарды сол жаққа салатын боламыз. Өзіміздің қазақтар өтіп кетпейді деп ойлаймын. Ал видеоға оралсақ, қазір біздің алдымызда жаудың королі бар. Қасына ешқандай әскер жіберіп керек емес әзірге. Ар жағында чемпионка, оны да королева алып тастайтын болады. Хранитель екеуі. Чемпионка королеваға шабуыл жасағанда бревнометті жіберетін боламыз. Және қасындағы хранилище эликсираға 4-5 варвардан жіберсеңдер болады. Және королева мына жақта арбалетті алып тастағаннан кейін хранительді ортаға қарай прожатиясын басатын боламыз. Ал одан бөлек королева арбалетті атып атқанда ратуша жаққа трясканы жіберетін боламыз. Ал күтеміз. Міне арбалетті алып тастадық, хранитель басылды. Монолиттің жартысы қып-қысы қалды. Оны уайымдамаймыз. Жоғарыдан чемпионка және друидті жіберетін боламыз. Ярыс және невидимканы 4 секунд сайын жіберіп отыратын боламыз. Назар аударыңдар, осы жерде чемпионканың прожатиясын басамыз. Сол жақтағы екі арбалетке гиганттарды жібереміз. Королеваға 2 скелет заклинания және үстіндегі 4 бұрыш сеткаға стенобойды жіберетін боламыз. Ал добивкаға варварларды және гоблиндарды жіберіп тастаймыз. Өте оңай тәсіл деп ойлаймын осыны. Кім осы тәсілмен 3 жұлдыз алды, комментарийға бөліссеңдер болады. Осы видеомен сендерге көмектестім деп ойлаймын. Ал сендермен болған Шахтер, келесі видеоға дейін.